Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біздер тұрмыс құрған қыз бен тұрмыс құрмаған қыздың өмірі туралы қызықты әңгіме болатын болады. Бұл мен Темірболат Ағерке және жанымдағы Гүлайхан мен Ақзира. Енді ендеше біздер әңгімемізді бастайық. Менің сұрағым Гүлайханға. Гүлайхан, жалпы тұрмыс құрғаныңызға қанша уақыт болды және тұрмыс құрғаннан кейінгі сіздің өміріңіздегі өзгерістер қандай? Тұрмыс құрғаныма шамамен бір жылға жақын уақыт болды. Айырмашылықтар өмірімде өте үлкен айырмашылықтар болды. Тұрмыс құрғанға дейін, тұрмыс құрмағанға дейін бәрібір де барлық қыздың тұрмыс құрғанға дейін бойында еркіндігі болады. Ата-анасының қасындағы еркіндікті ол ешқандай жағдай алмастыра алмайды, және жолдасының жанындағы да еркіндік бәрібір ата-анасының жанындағыдай бола бермейді. Біз қазір жолдасыммен ата-енеміздің қолында тұрып жатырғандықтан сол кісілердің тәртібіне бағынамыз, сол кісілердің өмір салтын ұстанамыз. Өмірімдегі ең үлкен айырмашылықтың бірі, менің ойымша, ол еркіндіктен кішкене шектеліп қалғаным. Бірақ толығымен шектеліп тек үйде отырып қалдым деп айта алмаймын. Өздеріңіз көріп отырғандай, оқуыма, жұмысыма барып келіп жүрмін. Оның барлығы жолдасымның арқасы және өзімнің сол еркіндікке деген талпынысым деп ойлаймын. Азира, сізше жалпы ерте тұрмысқа шығу туралы, жалпы осындай студенттік кезде тұрмысқа шығу туралы жалпы не айтасыз, не ойлайсыз сіз? Жалпы әр қыздың бір өмірлік тағдыры әртүрлі ғой. Біреуі мысалы студенттік кезінде шығады, біреуі студент болып жұмысқа тұрғаннан кейін шығады. Мысалы менің ойымша, мен әлі тұрмыс құруға дайын емеспін деп айта аламын. Себебі жаңа айта кеткенде ата-ененің қасындағы еркіндікке мен мысалы әлі күнге дейін ата-анама, өзімнің туған ата-анама еркелеп жүрген кішкентай қызбын да. Мен үйдің кенжесімін, еркелеп өстім кішкентай кезімнен, және осылай бір еркіндігімнен біртүрлі айырылып қалғым келмейді да. Мысалға ол жерде бір бөлек орта, уже бір бөлек отбасы, өзінің бір бөлек салт дәстүрлері бар деген сияқты да. Тіпті тамақты да бір бөлекше пісіреді. Соның бір үйреніп кетуіне де бір шамамен бір жарты жылдай уақыт керек болатын шығар. Себебі менде бір кішкене бір таныс емес ортаға барғанда тез ашыламын деп айта алмаймын. Сондықтан да жалпы осы қазіргі жасымда тұрмыс құруға дайын емеспін шынымен де. Мен бір үлкен өмірге қадам басуға, бір үйдің бір келіні болып отыруға, болмаса бір үйдің отанасы болып отыруға дайынмын деп айта алмаймын шынымен де. Бірақ ерте тұрмыс құрған қыздарға мен шынымен де бір тамсана қараймын. Себебі осындай жас кезінде бір үйдің отын тұтатып отыру бір үлкен жауапкершілік қой. Сол себепті де бір осуждать етіп қарап емес, бір керісінше ондай бір мақтаныш көзқараспен қараймын деп айта аламын шынымен де. Отбасылық өмірге сонда сіздің ойыңызша қанша жаста? Менің ойымша бір 23, мысалы 25 жас аралығы меніңше бір самый идеальный момент сияқты да. Уже сенің тұрақты жұмысың болады, бір қолыңа алған бір дипломың болады, ар жағында бар ғой. Андай қылып сөзін ұмытып қалдым ағай. Андай бір үйге барғаннан кейін ой, бұл дипломы жоқ деп бетіне қарамайтындай болады ғой, жұмысы жоқ деген сияқты қылып. Себебі қазір көп естиміз ондай ата-енелер бар екен, мысалы сондай бір отбасыға түсіп қалмайын ба деп бір жағынан қорқасың. Сондықтан да где-то бір жылдай өзіңнің болашақ жолдасыңмен қыз жігіт болып жүріп, кездесіп, танысып, көрісіп, оның мінезін біліп 23-25 жас аралығында тұрмыс құрған сол жақсы шығар. 22 мүмкін маған бір 22-де бір ерте сияқты болып көрінеді негізі. Гүлайхан, сіз тұрмыс құрар уақытта қорыққан жоқсыз ба? Қандай қиыншылықтар болады, не істеймін, ата-анам қалай қарайды, немесе болашағым қалай болады деген сияқты. Тұрмыс құрар алдында барлық қыздарда болатын қорқыныш, тұрмыстан кейінгі өмірім қалай болады, тұрмыс құрғаннан кейін қалай өзгеремін, менің болашағым не болады деген сияқты. Әрине басында қорқыныш болады міндетті түрде, бірақ жолдасыма сенгендіктен ол кісі мені ешқандай бостандығыма шектеу қоймайтындығына сеніп, жұмыс жасауға, сабағыма ешқандай кедергі жасамауына мен сеніп, сол кісінің қолын ұстап, үлкен өмірге қадам бастық. Ол кісі де мені
түсінеді, мені біледі, барлық сырымды, қырымды көрген кісі. Біз ол кісімен ұзақ уақыт бойы дос болып жүрдік. Қысқа уақыттың ішінде үлкен отбасы болсақ та, бірақ соның отбасы болар алдында біздер ұзақ уақыт бойы дос болғандықтан, мүмкін соның әсері шығар. Ұзақ уақыт танисыздар бір-бірлеріңіз. Соның арқасы болар, екеуміз бір-бірімізге деген түсіністігіміз мол. Сондықтан ол қорқыныштардың барлығы міндетті түрде болады, әрбір қыздың ойында бойын билейді міндетті түрде. Оның барлығынан қорықпау қажет. Егер белгілі бір нақты шешім қабылдасаңыз, мысалы мен осы кісіні болашақ жарым деп қабылдасаңыз, ондай нәрселердің барлығы, ондай ойлардың барлығы уақытша және бір жарты жылдықтың ішінде дұрысталады. Мен соны түсіндім. Мысалы отбасыңызда, мысалы жолдасыңыздың екеуіңіздің арасында қиыншылықтар болып қалса қалай шешесіздер? Келіспеушіліктер, мысалы бір нәрсе ұрсып қаласыздар. Осы бір жылдықтың ішінде үлкен бір анау айтқандай ұрыс-керіс болған жоқ. Бірақ ұрыс-керіс уақытында қыз бала болғасын, менің мінезім кішкене ауырлау ол кісіге қарағанда. Ол кісі қанша жерден менікі қате болса да, өзінікі қате болса да, үнемі менен келіп кешірім сұрайды. Соның арқасы болар ол кісінің мінезінің шыдамдылығы, мінезінің жұмсақтығы сол кісінің арқасында деп ойлаймын. Шыдамдылығына байланысты көбінесе. Ол кісі келіп кешірім сұрағаннан. Бірақ үлкен ұрыс-керістер болмады. Тіпті қазіргі таңда енді қыздар әлеуметтік желілерден де көріп жатырмыз. Ұрыс-керістің барлығы күйеуінен гөрі енесімен болып жатады. Соның енесінің әсерінен отбасы шайқалып жатырады. Бірақ тіпті енемен де осы уақытқа шейін біздер ұрсып көрмеппіз. Отбасымызға ешқандай бір өздері түртпектеп, немесе сен былай істе, сен келінсің деп мені ешқашан бөлген емес. Қызындай көреді, бірақ та келін ешқашан өз қызыңдай болмайды деген сөз бар. Сонда да келін екеніңді ұмытпай сол кісілерге қызмет етесің. Мысалы қазір мен Ақзираның сөзіне қарағанда, ол кісінің жолдасымен көрі енесімен, мысалы көріп жүрген боларсың, енемен әлеуметтік желілерде енемен проблема көп болады. Мүмкін сен содан қорқатын да шығарсың, жаңағыдай отбасылық өмірге дайын емеспін деп. Ол енесінің мінезін көтере алмау, банағы енесімен тіл табыса алмау, может сол жағынан қорқатын боларсың. Негізі ол да бар, шынымен де, себебі бір үйде екі әйелдің басы меніңше сыймайды. Себебі менің ойымша бір отбасы бөлек, бір отбасы болғаннан кейін бірден бөлек шығып кеткен жақсы сияқты. Шынымен де енді көп айтатын шығар, қазір еркектер қауымы айтып қалуы мүмкін, ойбай ата-анаға қызмет көрсету керек деген сияқты қылып. Бірақ меніңше бір екі жас бір-бірімен қосылғаннан кейін олар уже бөлек бір отбасы болып есептеледі. Менің көз алдымда ол солай. Маған мысалы анам да, өзімнің анам да айтып отырады, сен ертең менің ағам айтып отырады көбінесе, ертең үйленгеннен кейін бірден бөлек шығыңдар деп. Бірден бөлек шығып кетіңдер, менің мазамды алмаңдар дейді. Бірден мен мысалы сондай тәрбие көріп өскеннен кейін мен де солай болғанын қалаймын да, мысалға. Себебі екі әйелдің бәрі бір бөлек бір мінездері болады деген сияқты ғой. Бөлек бір ұрыс-керістер кезінде, мысалы мен ұрыс-керістер кезінде бір үшінші адамның келгенін қаламаймын да, сол ұрыс-керістің ішіне бір третье лицо дейді ғой, сол үшінші адамның болғанын қаламаймын шынымен де. Көбінесе мен отбасылық өмірге дайын емеспін деп, шынымен де сол кісінің, мысалы анасының мінезінен қорқатын болғасын айтатын шығармын. Себебі мен өзімнің келін ененің топырағынан жаратылады деп айтады. Мен өзімнің мінезімді біле тұра, мен енемнің мінезі қандай болатынын айта алмаймын шынымен де. Бірақ енді жаныңыздағы жолдасыңыз мысалы мықты болатын болса, бірақ шынымен де ол таңдау бір жоқ, бұл менің әйелім деп тұратын болса, онда шынымен де не істеуге болады ғой. Көнуге болады шынымен де. Жалпы ата-анамен тұруға қарсы емес, қарсысыз? Жоқ, мен қарсы емеспін, бірақ бөлек тұрған бәрібірде бөлек бір отбасы болып қалыптасуыңа, ол күйеуіңмен жақын болуыңа бір бөлек өзінің несі болады да, көмегі болады көбінесе. Себебі бір
проблемалар туындап қалған кезде ата анасына сеніп қалатындар бар да көбінесе. Ал бөлек тұрып, мысалы тіпті бөлек қалаға көшіп кетіп, ешкімді танымайтын, туған туысқандарың жоқ қалаға көшіп кететін болсаңдар, екеуіңнен жақын адам болмайды да бір-біріне. Көшеге шыққанның өзінде де ешкімді танымайсың, ұрысып қалсаңдар, шығып кетсең де ешкімнің үйіне бара алмайсың, бір дворда айналып қайтып келетін сияқтысың бір түрлі. Білмеймін, сол жағынан бір жақындасуыңа көмектеседі да, көбінесе бөлек тұрған кезде өз проблемаларыңды өздерің шешесің деген сияқты. Бөлек тұрған, екі жас жауапкершілік алады көбірек. Екі жас өзіне мойнына жауапкершілік алып, алдағы балаларының өмірін, өздеріне деген жағдайларын жасап, өз комфорттарын ұйымдастыруға өте қатты көмектеседі. Және алдағы уақытта отбасы осы бөлек тұрудың арқасында, менің ойымша, одан да әрі мықтырақ болады, мықты отбасылардың қатарына кіретін сияқты. Мысалы, сіз бойдақ кезде, бойдағы адам енді басқаша армандайды, басқаша мақсаттар қояды. Мен мысалы карьера жүргіземін, мен бай боламын, бүйтемін, сөйтемін деген сияқты. Ал тұрмыс құрғаннан кейінгі армандарыңыз қалай, өзгерді ме, әлде сол қалпы ма? Тұрмыс құрғаннан кейін енді жолдасыңыз болады, бірге армандайсыздар, мұнда барамыз, былай істейміз деген сияқты. Шыны керек, мен армандарымның 80% басқа қалаға байланысты болды. Мен журналист мамандығын оқып жатырғандықтан, менің армандарым оқу бітіргеннен кейін магистратураны жалғастырып Алматыға кету болған. Және де сол Алматыда жұмысқа тұру, өзім тұлға ретінде қалыптасу болған болатын. Бірақ ол кезде мен тұрмысқа шығатынымды білген жоқпын, сондықтан солай армандап жүрдім. Ал енді тұрмыс құрғаннан кейін ол армандарым кішкене бір 5-7 жылға қарай шегініп кетті десем болады. Яғни оқу бітіргеннен кейін мүмкін магистратураға сол жаққа түсетін болармын, бірақ қайтып келуім әбден мүмкін. Себебі жолдасым осы жақта, барлығы осы жақта. Немесе егер жолдасым өзінің өзі басқа қалаға көшейік деп жатыратын болса, мен мүмкін сол магистратураға түсетін жағымды таңдап, сол жаққа түбегейлі көшіп кететін шығармыз деген ойдамын. Жалпы сіздің армандарыңызбен бірге жолдасыңыз қолдайды сізді? Ол қазіргі таңда армандарымның бір 50%-ын, енді отбасы болып келе жатырғандықтан 50%-ын орындап, барлығына қолдау көрсетіп келіп жатыр. Және де осыдан кейін алдағы уақытта банағы сізге айтқан мақсаттарында мүмкін жүзеге асыратын болармыз бірге, бірақ уақыт енші, уақыт көрсетеді. Сіз не айтасыз, Азира, бұл туралы? Негізі өз таңдауымнан қателеспесең, жаңа айтып кеткенде, мен көріп отырмын, жақсы бір таңдау жасаған екенсіз, шынымен де. Егер күйеуіңіздің, яғни күйеуіңіз жақсы, өзіңіздің жақсы таңдауыңыз болса, солай сіздің армандарыңызға балта шаппай, наоборот, керісінше сізді қолдап отыратын болса, онда әрине ол бір үлкен жетістік деп ойлаймын. Себебі қазір ажырасулар көп болып кетіп жатыр. Оның өзі бір-бірін түсінбегендіктен болады, мінездері келіспегендіктен болады. Болмаса қыздың арманы бөлек, ал жігіттің арманы бөлек болып қалуы мүмкін. Бір көзқарастарымен қарама-қайшы келіп қалғаннан болып жататын мысалдар ғой. Сол себепті де бір ажырасулар көп болып кеткен шығар шынымен де. Егер армандарыңа сол талпынып тұратын болса, онда шынымен де мысалы қазір де күйеуге шығуға болады ғой. Егер мен сенің көзқарасыңмен келсем, осылай дұрыс деп саған, сенікі дұрыс емес болса да, сенікі дұрыс деп қолдау көрсететін болса, болмаса, жоқ, сенің мына жерің дұрыс емес, кел оданша осылай жасайық деп сені бір дұрыс бағытқа бұратындай адам болса, онда дайын емес адамның өзі де күйеуге шығатын шығар деп ойлаймын. Шынымен де арман мақсаттарға келетін болсақ, білмеймін, сол карьера, оқуды жақсы бітіру, жұмысқа тұру, ата-анама көмек беру деген сияқты, үй алу, көлік алу, оның бәрі енді бір дүниенің артынан кететін армандар ғой шынымен де. Солай тұлға ретінде өзіңді қалыптастыру, жұмыс жасау деген сияқты. Көбінесе сондай, қазір арман мақсаттарым сондай негізі. Алдағы уақытта бір күйеуге шығамын деген мақсаттарым жоқ екен. Азира, осы тұрғыда бір сұрақ келіп тұр маған, кәдімгідей қызық. Сенің ойыңда жігіт қандай? Қандай болу керек, қандай жігітке тұрмысқа шыққың келеді деген сияқты? Меніңше бір сол менің
менің таңдауымды қолдап жүретін, маған бір үлкен қолдау беретіндей жігіт болса деген, бір түріне, мінезіне қарап ештеңе айта алмаймын. Ең бастысы сол маған қолдау беретін, мысалы айтады ғой, как за каменной стеной деп, бір өзіңе бір опора сезініп тұратын болады ғой. Бір нәрседен қорықсаң, менің жолдасым бар деген сияқты қылып, мен ештеңеден қорықпаймын деген сияқты қылып бар ғой. Мысалы мен қазір әкем туралы солай айта аламын да. Мысалы мен көбінесе сол әкеме қарап өстім. Мен мысалы ата-анамның тұрмыс құрғандарына, осы отау құрғандарына 35 жылға жақында қалыпты. Яғни 35 жыл деген енді көп уақыт қой. Соған қарап мен айта аламын. Менің әкем жақсы күйеу, менің анам жақсы әйел бола алды деп. Сондықтан да енді арман мақсаттары бірдей болғаннан өздерінен мен де кейде сұрақ қаламын ғой, мүмкін басқа нәрсені армандаған шығарсыз десем, жоқ, ондай нәрсе болған жоқ. Екеуміздің де көзқарасымыз бір жерден шықты. Осы ауылға көшіп келуге де анаң себепші болды деп айтады. Соны мен қолдап жақсы не істедім деген сияқты, жақсы қабылдадым деп. Сол себепті де мысалы менің армандарыма балта шаппай, жақсы соны жасайық деп, ештеңе шықпайтын нәрсе болса да, мысалы жақсы жасап көрейік, талпынайық, тырысайық деп отыратын еркек болса, сол шығар шынымен де. Менің көз алдымдағы күйеуім сондай. Жалпы андай талаптарыңыз жоқ па өзіңіздің? Қазір қыздар айтады ғой, енді жұмысы болу керек, оның көлігі болу керек, оқыған, тоқыған жігіт болу керек, байдың баласы болу керек деген сияқты. Оның барлығы барлық қыздарда база ретінде қалыптастырылған, ондай талаптардың барлығы. Мүмкін бойдақ кезде барлығымыз армандаймыз. Шыны керек, ол кісінің көлігі болса, жағдайы болса, ол міндетті түрде барлығымыздың ойымызда болады. С любимым шалаш даже как рай деп айтады ғой. Бірақ ол нәрсе қазіргі таңда қыздардың ойында сейіліп кетіп жатыр. Шынын айтса, қазіргі таңда қыздар көбінесе реалист болып келеді, және де болашақ күйеулерін таңдайтын кезде міндетті түрде ол кісінің оның барлығы болмаса да, тым болмаса талпынысы, потенциалы болса деп армандайды. Менің ойымша солай. Меніңше бір ондай талаптар, бір алып кетерлік те талап жоқ сияқты. Шынымен де бір байдың баласы болу керек дегендей. Ондай нәрсе жоқ. Шынымен де сол потенциалға көп қараймын да. Шынымен де себебі алға тартынып тұрған потенциалы бар ер адам болса, онда ол қандай бір проблемада жатса да, сол проблеманың шешімін тауып кете алады, потенциалы бар адам. Ал егер потенциалы жоқ ер адам болатын болса, онда ол бір кішкентай түймедей нәрсені түйедей қылып көреді да, мысалы сондай адамдар көбінесе сол потенциалға көбінесе қарайтын шығар. Еңбекқор болса, алғанын берсе деген сияқты, отбасын асыраса деген сияқты ғой. Қазірдің өзінде мысалы көп нәрсе, ондай бір талаптар көбінесе қазір барлығы дүниеге қарап қалғаннан болатын шығар. Мысалы көп нәрсе қымбат, көп нәрсеге қол жетімсіз деген сияқты. Мүмкін содан басталатын шығар талаптардың барлығы. Көп нәрсеге, мысалы қыз баласының өзіндік бір қолдары жете бермейтін нәрсеге осыны ертең күйеуім алып береді дегендей, может содан шығатын шығар бұндай талаптардың барлығы. Қазіргі қоғамда қыздар мықты, просто еңбекқор, өздері алады, машинаны да өздері алады, үйді де өздері алады, ата-анасына көмектеседі. Сол үшін де мүмкін өзінен де мықты ер азаматты қалайтын шығар мүмкін. Қазіргі таңда қыздар тіпті тұрмыста болса да, екі жұмыста жүріп, оқуын бітіріп, күйеуіне тіпті әлеуметтік желілерден көріп жатырмын, күйеуіне тіпті көлік алып беріп, үй алып беріп жатырған әлеуметтік желілердегі қыздарымыз бар. Шыны керек, қазіргі таңда тұрмысқа шыққан қыздар бұрынғыдай үйде отырып қалуды, немесе бала шаға, үй, ас үй деп отыра бермейтін сияқты меніңше. Керісінше олар қазіргі таңда өздерін дамытып, өздерінің балаларына деген ең үздік болашақ, ең үздік университет, менің балаларым ең үздік болу керек деген оймен тұрмысқа шығады, және де жолдасы сол ойын қолдап жатырса, сол нәрсеге бірге жетіп жатырса, міне қазіргі таңда байлықтан көрі сол нәрсе мықтырақ деп есептеймін. Жалпы Гүлахан, тұрмыс құрған қыз ретінде қандай ақыл кеңес айтар едіңіз? Неден қателеспеу керек, не нәрсені дұрыс жасау керек, не бұрыс деген сияқты? Тұрмысқа
шықпаған қыздарға, енді шығайын деп жатырған қыздарға көбінесе міндетті түрде айтылатын кеңестердің бірі жолдасыңызды дұрыс таңдадыңыз ба, сол нәрсені ең бірінші қарап алу қажет меніңше. Ал егер жолдасыңыз дұрыс болатын болса, әркімнің өмірі әртүрлі болады, ол кісіні қалай кездестірді, ол кісілердің бастарынан қандай проблемалар болып жатыр, соның барлығы мүлде басқаша ситуациялар болуы мүмкін. Біз барлығын біле бермейміз, және ол кісілерге жаңағы айтқанымдай жолдасыңыз дұрыс болатын болса, осы шешіміңізге сенімді болсаңыз, басқа ешқандай ақыл кеңес қажет емес менің ойымша. Ең бастысы жолдасыңызға сеніміңіз, және сол кісіні сізді құрметтесе, ол да сені құрметтесе деген сияқты. Міндетті түрде ол нәрсе банағыдай, ол нәрседен Ақзира айтқандай, ол жолдасының таңдаған шешімдеріне деген құрметі шыға бастайды. Бірақ қазір дейтін көбі енді шатасып кетіп жатады ғой. Басында жүріп жүрген кезде басқа да, үйленгеннен кейін, отбасы болғаннан кейін басқа болып шығуы да мүмкін. Ондай жігіттер мысалы жоқ емес, бар ғой қазір қоғамда. Bir жігіт пен қыз болып сөйлесіп жүргенде басқаша мінездерін шығармайды деген сияқты ғой. Әбден ол қызға қолы жетіп, әйел қылып алғаннан кейін барып бір бет-бейнесі ашылатын сияқты болады. Шынымен де сондай нелер бар да. Бет-бейнесі шамамен бір сол 6 айдың, жарты жылдың көлемінде барып ашылады, шыны керек. Екеуі бір-біріне үйреніскеннен кейін бәрібір ол сондай түпкі мінезін ол кісі жүріп жүрген уақытында менің ойымша ол түбегейлі жасыра алмайды. Қыздардың көбінесе қазір розовый очкимен жүреді. Махаббаттың құшағында балқып еріп жүреді, және соның әсерінен жаңағыдай ол жүріп жүрген жігітінің жаман қылықтарын көрмейді. Мәдениетсіз сөйлегенін, қызға деген қарым-қатынасын, басқа адамдарға деген қарым-қатынасына қарап анализ жасауға болады. Ол кісі ертең үйленгеннен кейін осылай болып өзгере ме, әлде дәл осы қалпында қала ма екен деген сияқты. Міндетті түрде банағы айтқанымдай жолдасыңызға сенімді болуыңыз керек. Махаббаттың құшағынан кішкене шығып, реалист болып, тікелей сол адамға ақыл оймен, суық санамен қараған дұрысырақ. Өте дұрыс айтасыз. Жалпы осы қоғамда болып жатқан сондай оқиғалардың кесірінен, мысалы кейбір қыздар күйеуге шығуға қорқуы мүмкін, содан да болуы мүмкін деп ойлаймын мен негізінде. Сондықтан мысалы кейбір қыздар, мысалы қазақтарға емес, керісінше шетелдің ер азаматтарына көне күйеуге шығады, тұрмысқа шығады. Сіз соңғы уақыттарда пайда болып жатырған сияқты, жаңағыдай әйел адамдардың ұрып-соғуының барлығы әлеуметтік желіге түсіп, халықтың көзіне шығып жатырғандықтан шетел ер азаматтарын менің ойымша біздің қыздарымыз олардың заманауи көзқарасына қарай таңдалып жатырған сияқты менің ойымша. Сіз қалай ойлайсыз? Шетел ер азаматы туралы дегеннен шығады. Негізі бұл нәрсе бұрыннан бар ғой шынымен де, бірақ енді шығып жатыр да. Бір резонанс болған салтанаттың делосынан кейін шыға бастады ғой әлеуметтік желіге. Мысалы қазіргі уақытта әйел заты қорықпай айтып жатыр. Қорықпай, мысалы енді заң қабылданып жатыр, тіпті қазір қабылданып жатыр да, осы 2024 жылы қабылданды бұл заң. Мүмкін әлеуметтік желіде сондай материалдар көп тарап кеткесінде мүмкін қорқатын шығар шынымен де. Қазақ жігітіне күйеуге шығуға себебі қазақтардың мінезі көбінесе мысты болып келеді ғой. Бір өр көкіректік бар да, мысалы біздің еркектерде шынымен де қазір сондай жағынан мүмкін шетелге қарай салқындық, бір суық мінезділік бар. Сол себепті де мүмкін қазақ жігіттеріне күйеуге шыққылар келмейтін шығар қазіргі таңда. Жаңағы айтып кеткен стереотипті келін деген болады ғой. Мүмкін сол жағынан да, мысалы қазіргі таңда шетелдік енелер более заманауи болып келеді. Мүмкін сол себепті де шетел азаматтарын таңдайтын шығар мысалы әйел адамдар. Бізде қазақта салт дәстүр бар ғой, бәрі салт дәстүрден қалай солай біздер атап кете алмаймыз. Келіннің аты келін, атына қызмет қылу керек деген сияқты. Сол үшін де мүмкін күйеуге шығуға қыздар асықпайды деп ойлаймын, меніңше.
Біздің тақырыбымыз осымен тәмамдады. Қызықты, керемет әңгіме болды деген ойдамыз. Сау болыңыздар. Ойбай, Кете берейікші достар.